КСРОның халық артисі Құддыс Қожамияровтың Абдулла Розыбакиевті еске алу симфониясынан үзінді. Орындайтын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ерболат Ахмедияров.
1971 году в Театре оперы и балета впервые прозвучала первая симфония памяти Абдуллы Розыбакиева. В симфонии есть часть, где отображена репрессия Абдуллы Розыбакиева и страдания его семьи. В ней ясно слышится плач супруги Абдуллы Розыбакиева. Мәзгүр әсәрні тыңшығанда, Абдулла Розыбакиевнің қызы Ненеләм Розыбакиева көзіге яш амай бұл симфонияны тыңшаш мүмкін болмағанлығын айтыды. Симфония ішкі кетім Россияның Москва шәһәрінде орынланған. Бүгін мана сіләнің диққатыңларда 3-ші кетім орынланды.